Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Мен сізге бүгін осындай керемет салат дайындаудың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге осы экранда көрсетіліп тұрған заттардың барлығының қайнатылған түрі қажет болады, қыздар. Барлығын описанияда толығымен қалдыратын боламын. Осының тауық етін әдемілеп, жұқалап, майдалап турап шығамыз да, ал жұмыртқаны ағы мен сарысын бөлек-бөлек өткізіп аламыз. Және де мен осылай лодка тарелкада жинағым келді. Лодка тарелкаға бірінші окорочканы саламыз, одан кейін майонезді осылай жұқалап кесіп аламыз да, майонезді біркелкі жағып шығып, үстіне сәбізді орналастырамыз. Сәбізден кейін де дәл солай майонез себеміз, біркелкі қылып, одан кейін свекланы, яғни қызылшаны жағып шығып, одан кейін тағы да майонез. И картопқа келген кезде картоппен полный салатты жауып шығамыз. Картоптан кейін майонез салып, одан кейін жұмыртқаның сарысы, ағын салып шығамыз. Ал үстін безендіру үшін мен сыр қолдандым. Сырмен әдемілеп күштен өткізіп шықтым да, сырды сонымен осылай біздің салатымыз дайын, қыздар. Өте дәмді, нәзік, ерекше болып шығады, және свекланың пайдасы өте зор. Қысқа уақытта дайындасаңыздар, бұл салат өте тойымды, жақсы салат болады, қыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз, қыздар. Және де мен YouTube арнама тіркеліп қойсаңыздар, бұдан да қызықты рецептер өте көп болады.